Мемлекет басшылары, қадірлі саммитке қатысушылар, Түрік кеңесінің бүгінгі төрағасы ынтымақтастық кеңесінің көптен күткен саммитінде сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Ең алдымен Қырғыз елінің жауһары Ыстықкөл жағасында қонақжай көңілменен қарсы алған Қырғыз елі менен президент Сооронбай Жээнбековке айрықша алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар арамызда отырған Өзбекстан президенті Шавкат Миромонович Мирзиёевқа қош келдіңіз дейміз. Бүгінгі жиынға арғы бабалары түрік тектес Мажарстанның премьер-министрі Виктор Орбан мырзаның қатынусын ерекше атап өткім келеді. Қадірлі қонақтардың бүгінгі бас қосып келуі Түркі кеңесінің аясы кеңейіп, маңызы артқанын көрсетеді. Саммитке қол жеткізетін уағдаластық пен шешімдердің арқасында өзара ынтымақтастығымыз бен бауырластық байланыстарымыз одан ары арта түсетініне сенімдімін. Осы орайда мен Түркі кеңесінің төрағасы мәртебесін шаңырақ иесі Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбековке табыстай отырып, оған ұйым төрағасы ретінде мол табыс тілеймін. Анда кейінгі сөз Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев Нурсултан Абишевичке беріледі. Слово предоставляется Мемлекет басшылары, президенту Казахской Республики Нурсултану Назарбаевичу. Ұлттық салт дәстүріміз бен мәдениетімізді жас ұрпағымызға Біздің ұлттық байлығыбыз бұл. Мен бүгінгі саммит ушул жерде өтіп жатқанына мен қуанамын. Арттыра түсетіні сөзсіз. Құрметті мемлекет басшылары, бүгін Қазақстан Түркі кеңесінде төрағалығын аяқтап, бұл міндетті Қырғыз еліне табыстады. Қазақстанның төрағалығы кезінде түркі мемлекеттерінің интеграциясы өз жалғасын тапты. Атап айтқанда, Астанада өткен саммитте түркі тілдес мемлекеттер интеграциясының тұжырымдамасын әзірлеу жұмыстары берілген болатын. Бүгін бұл құжат қабылдауға дайын. Мұнда интеграцияның мақсаттары менен қағидаттары, даму кезеңдері менен іске асырылу жолдары айқындалды. Сондай-ақ бәсекеге қабілетті ұлттық экономиканы құруға, мәдени-гуманитарлық байланыстарымызды тереңдетуге ықылас таныттық. Білім, ақпараттық технологиялар, энергетика, көлік, транзит, қаржы салаларында ынтымақтастықты кеңейтуге ерекше назар аударылды. Қазақстанның төрағалығы аясында ғылыми ағартылық жұмыстарға да айрықша көңіл бөлінді. Мәселен, біздің тапсырмаларыңызға сәйкес ортақ түркі тарихы оқулығы әзірленіп, елдеріміздің мектеп бағдарламасына енгізіле бастағаны қуанышты жайт деп санау керек. Бұл жастарды ортақ тарихи мәдени мұралар негізінде тәрбиелеудің тиімді тетігі болады деп сенемін. Сонымен қатар Түркі академиясы тарихымызды танытып, сананы жаңғыртуға бағытталған 90-нан астам кітап шығарды. 4000 жылдық мәдени мұрамызды жинақтап, оны жариялауға анықталған аталар мирасы порталы іске қосылды. Туысқан елдердің тіршілік тамырын басып отыратын Түрк барометр әлеуметтік зерттеу жобасы жүзеге асырыла бастады. Туризм саласындағы әріптестігімізді жандандыру мақсатымен заманауи Ұлы Жібек жолы атты жоба іске қосылды. Бұл Ұлы Жібек жолына орналасқан елдеріміздің көне тарихы мен мәдениеттің сыр шертетін киелі орындарын 14 күнде аралап шығуға мүмкіндік береді. Бұның бәрін түркі интеграциясының толайым табыстары ретінде бағалаймыз. Құрметті әріптестер, 2015 жылы Астанада өткен 5-ші саммитімізден бері түркі тілдес халықтарының саяси байланыстары нығая түсті. Мәселен, осы мерзім ішінде Түркі кеңесінің мемлекеттік басшылықтары екі жақты кездесулер өткізіп, өзара сапар алмасты. Аталған үрдіс елдеріміздің арасындағы сауда, экономикалық, әлеуметтік қатынастардың кеңеюіне мүмкіндік берді.
Атап айтқанда 2015 жылмен салыстырғанда түркі кеңесі мемлекеттері арасындағы сауда айналығы көлемі 2017 жылы 22%-ке артты. Сонымен қатар күллі түркі интеграциясы үшін маңызы зор Орталық Азия мемлекеттері ынтымақтастығының жаңа белеске көтерілгенін атап өткім келеді. Бұған дәлел ретінде биылғы наурыз айында Орталық Азия мемлекеттері басшыларының Астанаға бас қосуын айтуға болады. Бұндай бас қосуды ары қарай жүргізуге біз келістік. Ендігі кездесу ендігі жылғы наурызда Ташкентте болады. Осыдан 10 күн бұрын бауырлас Түркмен еліне өткен Арал саммиті түркі тілдес елдерінің ортақ мәселені бірлесе шешуге әрдайым әзір екенін тағы да айқындады. Қадірлі әріптестер, бүгінгі күні әлемдегі геосаяси және геоэкономикалық ахуал біршама өзгерді. Әлемдік экономиканың дамуында тұрақтылық болмай, халықаралық қатынастар шиеленісе түсті. Оның себептері де белгілі. Атап айтқанда, санкция және сауда бәсекесі, тауарлар биржасы, қаржы нарықтары құбылмалы инвестицияның азаюы. Қауіпсіздік саласында қатерлер де күшеюде. Олар терроризм, діни экстремизм, ұйымдасқан қылмыс, заңсыз миграция және есірткі тасымалы. Аталған сын тегеурінде түркі дүниесіне де әсер етпей қоймайды. Сондықтан мұның барлығы біздің кешенді іс-әрекеттерді қолға алуымызға талап етеді. Түркі кеңес аясындағы ынтымақтастық күш-жігерді жұмылдырып, өзара даму үшін қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. Осы орайда әріптестігімізді одан әрі өркендету мақсатында бірқатар бастамаға назарларыңызды сіздердің аударғым келеді. Бірінші, түркі кеңесіне мүше мемлекеттер арасындағы сауда экономикалық қатынастарды нақты істер арқылы тереңдету қажет. Ең алдымен елдеріміздің транзиттік әлеуетін толыққанды пайдалануымыз керек. Біз бір белдеудің бойындағы батыс пен шығыстың, солтүстік пен оңтүстіктің арасын жалғастырушы алтын арқауды болатын елдеріміз. Бұл үлкен артықшылық. Жақында Ақтау қаласында қабылданған Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенция өңіріміздің транзиттік әлеуетін арттыруға серпінін тигізері анық. Осы саладағы іс-қимылдарды үйлестіру көлік транзиттік жобаларымызды тиімділігін еселеуге мүмкіндік берер еді. Сондықтан түркі кеңесі мемлекеттерінің көлік министрлері мен теңіз әкімшіліктері кездесу аясында тарифтік саяси әкімшілік рәсімдерді жеңілдету жөнінде белсенді жұмыс жүргізілуі. Осы арада айтып кететін мәселе көп жағдай қазір шешілді. Жаңа Ильхам Алиев айтып кеткендей, Түркістаннан сонау Қара теңізден бері қарай Кавказ арқылы жүретін темір жол ашылды. Екіншіден, Қазақстан жағында Құрық теңіз порты менен Ақтау теңіз порты 26 миллион жүкті өткізетін әлеуетке жетті. Бұл жерде көп мәселелер шешіледі деп санаймыз. Оның үстіне Қазақстан арқылы Түркмен, Иран арқылы Парсы шығанағына өтетін жолды айту керек. Қазақстанның Қытайдың шығысы менен жалғасы контейнерлердің бүкіл Қытай, Қазақстан арқылы, Каспий теңізі арқылы, Кавказ арқылы Еуропаға өтуі. Бұл жаңадан біз үшін мүмкіншілік, оны пайдаланып сауда-саттықты күшейтуімізге әбден болады деп санаймын. Екінші, Астана халықаралық қаржы орталығының мүмкіндігін бірлесе пайдалануымыз керек. Біз орталықты өңірлік хабқа айналдыру үшін жаңа технологияны қолданып, қаржы қолдарын дамытуға, капиталды шоғырландыруға және танымал инвесторлар мен қаржы эксперттерін тартуға барлық жағдайды жасап отырмыз. Осы орайда сіздерді орталықтың қызметін кеңінен қолдануға шақырамыз. Үшінші, қазіргі таңда Қазақстанда рухани жаңғыру бағдарламасы табысты жүзеге асырылып келеді. Менің тапсырмама сәйкес қазақ тілінің латын графикасына негізделген жаңа әліпбиі әзірленді. Қазақстанның латын графикасына көшуі түркі тілдес елдердің жазу мәдениетін жақындастыруға түсетінін айтулы жаңалық. Сонымен қатар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы жүзеге асырылуда. Тағылымы мол тарихымызда Әл-Фараби, Яссауи, Абай,
Юнус Эмре, Низами, Физули, Ұлықбек, Айтматов сияқты әрет тұлғалар бар. Осыған байланысты түркі кеңесі аясында түркі әлемінің 100 тұлғасы атты арнайы жобаны әзірлеу мүмкіндігін қарастыруды ұсынамын. Төртінші, сіздерге айтып кететін мәселем, Түркістан әр уақытта түрік дүниесінің орталығы болып саналып келді. Рухани да және әлеуметтік. Менің жарлығыммен Түркістан облысы құрылды. Орталығы Түркістан қаласында. Ежелгі дәуірден тамыр тартатын Түркістан қаласы жаңа облыстың мәртебесін алды. Осылайша түбі бір түркі халықтары үшін қастерлі атау өзінің тұғырына қайта қонды. Бұл біздің тұтастығымызды нығайтып, бірлігімізді бекемдей түсетін тарихи уақиға. Қазір облыс орталығының құрылысына біз кірістік. Егер де әр еліміздің соған атсалысып, өз архитектурасын өзінің қол ұшын беретін болса, біз өте көп риза болар едік. Алтайдан Анадолыға, Байкалдан Балқанға дейінгі Сахарада байырғы баһадүр бабаларымыздың іздері сайрап жатыр. Түркі халықтары үшін қасиетті орындарды көзіміздің қарашығындай сақтап, кейінгі ұрпаққа лайықты мұра етіп қалдыру үшін түркі әлемінің киелі жерлерін жобасын қолға алуды ұсынамын. Жоба түркі әлемінің мәдениеті мен тарихын насихаттауға зор үлес қосатынына сенімдімін. Бесінші, жастар саясатына қатысты жұмыстарды жандандырған жөн. Осы ретте түркі кеңесі жастарының қолбасшыларының форумын жүйелі түрде ұйымдастыруды ұсынамын. Оның саясында ғылыми конференциялар, семинарлар және басқа да іс-шараларды өткізуді қарастыруға болады. Бұдан бөлек жастардың түркі әлемінің бірегей тарихи жерлеріне өлкетану экспедицияларын ұйымдастыру мүмкіндігін ойластыру керек. Аталған шараларға жастарымызды жақындастырып, елдеріміздің мәдени ерекшелігін туралы білімдерін тереңдетуге септігін тигізетіні мәлім. Қадірлі әріптестер, сіздердің назарларыңызды түркі кеңесінің қызметі мәселелеріне де аударғым келеді. Жаһандану үрдістері, ұйым жұмысын жетілдіруді және оның заманауи талаптарға бейімделуге қажет етеді. Қазіргі таңда ұйым хатшылығының мандаты техникалық және протоколдық ұйымдастырушылық сұрақтармен шектелген. Оған қоса түркі ынтымақтастық институттары қызметтерінде қосарланушылық жиі кездеседі. Осыған орай ұйымымыздың тиімділігін, функционалдық икемділігін және институттардың әлеуетін күшейту мақсатында мен келесіні ұсынғым келеді. Түркі академиясын, түркі мәдениеті мен мирасы қорын және ақсақалдар кеңесін Түрксой менен біріктіру қажет. Барлығы Түрксойдың аясында жұмыс істесін. Бізге көп чиновниктің керегі жоқ бұндай жерлерде. Оның барлығын біз басқа ұйымдардан көріп жүрміз. Түркпа, түркі мемлекеттерінің парламенттері арасындағы ынтымақтастықты орнату бойынша өзінің мақсатын орындады. Дегенмен қазіргі таңда оның жұмысында жүйелілік байқалмауда. Сондықтан құрылым қызметін сараптау қажет. Тиімділігі болса, онда оның функцияларын хатшылық құзырлығына берген жөн. Егер болмаса, онда оны толығымен қысқартуды ұсынамын. Бұл шаралар ұйым жұмысын тиімді оңтайландыруға, оның мәдени гуманитарлық қызметін бір жерден реттеуге, қызметкерлер санын қысқартуға, сондай-ақ қаражатты үнемдеуге мүмкіндік береді. Ойлап қарасақ, біздің ең негізгі ұйымымыз бүгінгі кездесу. Ел басшыларының кездесіп мәселені шешіп, оны орындайтын исполнительный орган хатшылық бар біздің. Соның саясында бәрі жұмыс істеу керек. Өз кезегінде хатшылық түркісілдет елдер интеграциясының әкімшілік орталығы болып қана қоймай, оның интеллектуалды өзегіне айналуға тиіс. Осылайша біздің ұйым бірін-бірі толықтыратын екі деңгейден тұрады. Хатшылық және мәдени гуманитарлық саламен айналысатын институт. Осы орайда ұйымның хатшылығы барлық тараптармен бірлесе, осы айтылған бастамалар менен ұсыныстарды мұқият пысықтап, түркі кеңесінің заман талабына сай жаңғырту бағдарламасын ұсыну қажет. Әрине, бұл мәселені талқылау керек. Егер де әріптестер келісетін болса, біз қысқаша шешім қабылдап, хатшылыққа осы мәселені ендігі кеңеске дейін
талқылап бізге ұсыныс енгізуге болар деп ұсынамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Ынтымақтастығымыз арта берсін, бауырлар. Түркі кеңесі туралы қабылдап отырған Қырғыз Республикасына табыс тілеймін. Бәріміз түркітектес мемлекеттердің қарым-қатынасын одан жақындатуға, экономикалық байланысын тығыз жасауға, өзімізде жастарды да бірлікке баулуға жұмыс істейміз деп сенемін. Көп рахмет. Чоң рахмат сізге, урматтуу Нурсултан Абишевич, абдан жақсы жүйелі жұмыстарды кіргіздіңіз.